Сәлем достар, сіздермен мен Әйгерім. Сіздермен бүгін мини пиццаның рецептімен бөлісемін. Балалардың сүйіп жейтін тағамы. Видеоны соңына дейін қарап, тіркеліп кеттіңіздер. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Ең алдымен бокалымызға жылы суымызды, 1 шай қасық тұзымызды, 1 шай қасық ашытқы және де 1 ас қасық қантымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Толық барлығы ерігеннен кейін ыдысымызға құйып, оны елегіштен өткізіп отырып, ұнымызды салатын боламыз. Үстінен азырақ сұйық майымызды құйып, тағы да оны елегіштен өткізіп отырып, жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Қолға жабыспайтындай қамыр илену қажет. Осылай қамырымызды илеп алғаннан соң, ыдыстың ішіне азырақ май құйып, қамырымызды бетін жауып, жылы жерге қойып қоятын боламыз. Қамырымыз көтерілу қажет. Жарты сағат көлемінде қамырымыз көтерілді. Көтерілген қамырымызды майда бөліктерге бөліп алатын боламыз. Енді бұл жерде 100 граммнан бөлінді. Көз мөлшерінде бөліп шықсаңыздар да болады. Менде 8 бөлік пицца шықты. Осы рецептпенен. Толық рецепті описание бөліміне жазып қалдырамын. Астыңғы описание бөліміне өтіп көрсеңіздер болады. Каналымда өтіп түрлі рецепттер бар. Самсаның, котлеттердің, тағамдардың міндетті түрде каналыма кіріп, рецепттерді көріп шығуларыңызға кеңес беремін. Және де жанындағы поделиться батырмасын басып, WhatsApp желісімен де бөлісіп отырыңыздар. Бөлшектерге бөліп алып, бетін жауып 5 минутқа қоямыз. Оған дейін сырымызды майдалап турап алатын боламыз. Бұл жерде менде моцарелла сыры үкіштен өткізілмейді. Сондықтан осылай майда бөліктерге бөліп турап алатын боламыз. Сырдан соң колбасамызды да майда бөліктерге бөліп туралады. Барлығын кубиктап, ыңғайлы етіп турап алатын боламыз. Барлығын турап алғаннан соң қамырымызды табамызға салып, жайып шығатын боламыз. Қолдың икемімен жайып алып, балдардың ең сүйікті астарының бірі. Күнделікті жасап берсеңіздер де өте керемет болып шығады. Үйдегі бар заттармен жасай берсеңіздер болады. Астына кепчукты жағып, щетканың көмегімен жақсылап жан-жағына тегізіп жағып шығатын боламыз. Толық жағып болғаннан соң туралған сырымызды бетіне
түгелдей қойып шығатын боламыз. Осылай кубикталған сырларымызды жақсылап жайғастырып, бұл сырларымыз ериді. Еріген кезде өте дәмді, ерекше дәм беретін болады. Пиццаның сырларын арнайы килограмда сатып алатын боламыз. Кубикталып туралған колбасамызды да салып алатын боламыз. Және де үстіне кішкене кепшіктерден да осылай сәндік ретінде құйып шықсаңыздар болады. Пеште пісіріп алатын боламыз. Піскен соң дәл осылай өте жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап беріңіздер. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.